Кредиттің проценттерін алып тастау. Ассалаумағалейкум құрметті достарым. Кредиттің проценттерін алып тастау туралы анықтама беріп өтейін. Бастамас бұрын тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар және халықпен бөлісе отырыңыздар. Қазақи заң каналының дамуына көмектесуіңізді сұраймын. Проценттері қалай алып тастауға болады? Банк туралы айтып өтейік. Егер сіз банкке қарыз болсаңыз, соңғы төлемнен кейін 3 ай санайсыз. Осы 3 айдың көлемінде банк өсімпұл қоюға хақысы бар, яғни процент қоюға хақысы бар. Одан кейін тоқтау керек. Ал біздің дәл қазір реалида қалай болады? Банк күтеді, қарызға шығады адам, 90 күн өтеді, яғни 3 ай өтеді, тағы да бір жарты жыл өтеді, 1 жыл өтеді, 1 жылдан кейін барып сотқа береді. Сотқа береді де соңғы 1 жылдағы проценттерін өндіреді. Ол заңсыз. Түсініңіз ғой? Яғни сіз есептеуіңіз керек. Сотқа егер сізге повестка келсе, үйіңізге, сотқа шақыру қағазы келсе, телефонға сообщение келсе, сотқа барасыз, көресіз, санайсыз. Соңғы төлемді аласыз. Соңғы төлемнен кейін 3 айды санайсыз. Мысалы, наурыз айында төлесеңіз, наурыз, сәуір, мамыр айы. Осы наурыз, сәуір, мамыр айына процент қосуға құқылы банк. Арғарай қоспау керек. Арғарай осы мысалы мамыр айынан бастап желтоқсанда сотқа берді. Желтоқсан айына дейінгі уақыттың барлық проценттерін алып тастау туралы қарсы талап арыз. Болмаса отзыв, пікір жазсаңыз болады. Сот болып жатқан кезде. Егер банк сізді сотқа беретін болса. Сонда сіз мысалға миллионның орнына 500 мың төлеуіңізге болады. Яғни өзіңіздің құқығыңызды қорғап, проценттерін жазсаңыз болады. Сіздерден сұрайтыным, осы менің каналыма тіркеліп, лайк басып, халықпен бөлісе отыр. Өйткені мен өзімнің жаңағыдай курсын өткізіп жатырмын. Қарызды қарызбен жаппа деген. Егер осы курста мен толық өтемін осы проценттерді қалай алып тастау туралы. 1 ай бойы халықты жаңа борышкерді жетектеп, өзімнің практикамда бәрін жетектеп, басынан аяғына дейін өткізіп шығамын. Яғни проценттерді жабуға болады. Сондықтан лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұдан басқа кредиттер проценттен басқа ішіне неустойка штраф қоюы мүмкін. Неустойка штраф қойғанда қалай болады? Залогу, без залогу деп бөлінеді. Кепілмен кепілсіздік, кепілсіз. Егер кепілді жаңағындай болатын болса, кепіл залогу дейді ғой, кредит болатын болса, онда 90 күн жаңағындай айттық қой, өсімпұл қою хақысы бар. Тағы да оған қоса ол 90 күннің ішінде тағы да 0,5% жаңағындай штраф қою хақысы бар. И 0,3% 90 күннен бастап 180 күнге 0,3% жаңағындай штраф қою хақысы бар. Яғни егер залоговый болатын болса 90 күн 0,5%, 90 күннен 180 күнге үшін 0,3%. Осы аралықта неустойка штраф қою хақысы бар. Ал залоговый емес, кепілсіз болатын болса, 90 күн ғана неустойка, 90 күн ғана өсімпұл қоюға хақысы бар. Одан артық жаңағыдай өсімпұл қоюға хақысы жоқ банктің. Осындай пайдалы ақпараттарды біле отырамын десеңіз, менің YouTube каналыма тіркелуіңізді сұраймын, бөлісуіңізді сұраймын. Негізгі мақсат қазақи заңи каналды дамыту. Сондықтан сіздерден сұрайтыным, көмектесіңіздер, бөлісіңіздер, тіркеліңіздер, жарай ма? Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Көріскенше күн жақсы.